болсын. Қашанда араларымызда зорға жүрсін, жорға жүрсін. Ең бастысы бақытты болсын. Сол жастардың бақытына тұрмай сіздер бақыттың базарының Алланың назарында осылай тоқталықтар 10 жылдық болып, дәл осылай той дастархандарда бас қосуды нәсіп етсін деп тілеймін. Hoş geldіңдер, Құдай қосқан құдаларым. Төрімде не десеңде құбаламын. Bir жүріп, бірге тұрып қызықтайық. Өмірдің енді қалған мұраларын. Құдалар, өлеңіздер төрімізге. Қарап тұрып, екі рулы бір-бірімізге. Bir жүріп, бірге тұрып қызықтайық. Өмірдің енді қалған нұр өзегінде жатады. Бүгінгі баладай көлмен, даладай дастархан жайып, осындай көңіл өтіп жатқан жайымыз бар. Олай болса, осы құдалықтың алғашқы рәсімі екі елді таныстырып бір-бірімізбен. Ең бастысы, ең бірінші осы үйдің иелері. Таныстырсын ба әке, қалай? Үйдің иелері таныстырмайды, Олар бірінші таныстырады. Ең соңғы подвинсы. Ал бәрекелді олай болса. Мынау құрметті меймандар, сәл болса да енді өзім бойым кішкентай болса да тілім енді шамалы километрде жатады ғой құрметті меймандар. Мынау алдымызда ақжаулықты аналарымызбен, ақсақалды аталарымыз тұрғанда бүгінгі той иелері бір ерекше форматта өтсін деген осындай мінекей қазақи дастархан жайып. Жерге стол қойып мінекей. Ешқандай микрофонсыз, қазіргі замандағы дүңгір музыкасыз осындай қазақи форматта өтсек деген құдалық болып жатыр. Олай болса енді құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін деп жатамыз. Енді олай болса, келген құдалар жағынан мен алғаш таныстырып өтсін, содан кейін біздің елдің ағаларымыз өз елдерін таныстырып өтеді. Ал келген құдалар жағынан кім таныстырады екен? Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар. Екі баланың арқасында бүгін жан айқасып дастархан жайып отырмыз. Секшімізде да бәрі тойымыз құтты дейміз. Енді мына көрден тұрған құдаларымыз біздің ауылымыздың ең үлкені Хан ағамыз. Оғысының жолдасы шешем деп тәтігім болады әне. Шәримен құдағиларыңыз. Енді үлкендетіп айта берейін. Оғысының бер жағында отырған апайымыз біздің әкемізбен бірге туысқан немере десек те болады. Апайымыз енді осы үлкендетіп таныстыра берейін. Міне жерде көк әкемен отырғанымыз енді ағайын туыс болмасақ та, ағайын туыс біздің бір ағамыз болып кеткен адам бұл кісі. Біздің жақсымыз болса да, жаманымыз болса да бірге жүргізсе, бұл кісінің есімі Есенгелді, осы Астанада тұрады. Мне вот такую чашечку не нравится, пожалуйста. Дедеме деген ғой деген. Келген жоқ.